Сәлеметсіздер ме? Мен Есенбек Айнұр, Посебный жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы. Бүгінгі менің презентациямның тақырыбы мета-әлем агенті. 2123 жыл. Технологиялар қатты дамып, адамдардың өмірінде басты рөл атқарады. Жаңадан қалыптасып келе жатқан виртуалды кеңістік жүйесі дамыған сонша, виртуалды әлем мен қазіргі әлем араласып, жаңадан мета-әлем жүйесі пайда болды. Соның нәтижесінде көптеген жаңа мамандықтар пайда болып, адамдарда бос уақыты көбейді. Жаңадан виртуалды әлем дизайнері, виртуалды заңгер, жасанды интеллект менеджері секілді мамандықтар адамдардың өмірін біраз жеңілдетіп, жаңа жүйе қалыптастыруда үлкен септігін тигізді. Сондай мамандықтардың бірі виртуалды әлем агенті. Бұл мамандық иелері нақты өмірдегідей полиция қызметтерін виртуалды түрде атқарады. Олар VR әлеміндегі пайдаланушылардың мінез-құлқын бақылайтын және қажет болған жағдайда араласады. Сонымен қатар, олар киберқылмыстарды немесе авторлық құқық бұзушылықтарын тергейді. Онлайн ойындар кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Бұл кәсіп мета-әлем жүйесінде ерекше рөл атқарумен байланысты. Осы кәсіп сферасында жұмыс істеу үшін арнайы талаптарымен дайындайтын оқу орындарында үйренеді. Сол оқу орындарында оқу үшін қызметкерлерге қойылатын негізгі 4 талап болады. Олардың біріншісі техникалық қабілеттілік, яғни мета-әлемде тиімді жұмыс істеу үшін полиция виртуалды әлемдерді басқаратын негізгі техникалық сипаттамалар мен процестерді білуі қажет. Екіншісі коммуникациялық қабілеттілік. Осы қабілетпен виртуалды әлемдегі жанжалды жағдайларды тиімді шешуге қол жеткізеді. Бұл үшін виртуалды полиция өз ойларын нақты және дұрыс жеткізе білуі, ақпаратпен бөлісуі және адамдарға мәселені шешу үшін қандай әрекеттер жасау керектігін жеткізе білуі маңызды. Үшінші маңызды талаптардың бірі ол тез әрекет ету. Виртуалды әлем агенттері жағдайдың күрделілігін қалай тез бағалауға, оның себептерін анықтауға және шешу жолдарының ең жақсы әдісін таңдай білуі керек. Және де соңғы және ең басты талап ол заң және құқық. Бұл жүйеде виртуалды әлемді заңды және заңсыз мақсаттар үшін пайдалануға болатындығын ескерту жөн. Мета-әлемдегі виртуалды кеңістікті заңсыз пайдалану нәтижесінде авторлық құқық бұзушылық пен пайдаланушылардың жеке өмірі мен қауіпсіздікке әсер етуі мүмкін. Сондықтан заң білімі бұл виртуалды әлемдегі маңызы зор. Сонымен қатар, осы кәсіпте жұмыс істейтін қызметкерлерінің міндеттері болады. Олар қауіпсіздік және тәртіп, тұлғамен байланыс, жеке деректерді қорғау және де жауапкершілік. Әрбіріне тоқталып өтетін болсақ, қауіпсіздік және тәртіп сақтау міндетінде виртуалды полиция құқық тәртібін қорғауы және пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек. Бұл қылмыстың алдын алуын және киберқылмыстармен күресуді қамтиды. Екінші міндеті ол тұлғамен байланыс. Виртуалды әлем агенті проблемалар мен қақтығыстарды шешу үшін тұлғалармен және басқа да тараптармен ынтымақтасуы керек. Сонымен қатар, виртуалды полициясы пайдаланушылардың әрекеттерін, тәртіпті және бақылауды сақтауда белсенді болуы керек. Келесі міндеті деректерді қорғау. Дербес деректердің қауіпсіздігі ол пайдаланушылардың техникалық құралдар мен ақпараттық технологиялардың дербес деректерінің ақпараттық жүйелерінде, оларды өңдеу кезінде дербес деректердің құпиялылығын, тұтастығын және қолжетімділігін қамтамасыз ету қабілетімен сипатталатын деректердің қорғалу жағдайы. Бұл виртуалды кеңістік полициясының негізгі міндеті. Яғни, полиция пайдаланушылардың жеке деректерін сақтау мен пайдалануды реттейтін заңдар мен нормаларды сақтау керек. Бұл мета-әлем жүйесіндегі тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуіндегі басты рөл атқаратын міндет болып табылады. Ендігі соңғы және маңызды міндеті ол жауапкершілік. Виртуалды кеңістік агенттері өз әрекеттеріне жауап беруге тиіс. Сонымен қатар, қызметкерлер қолданушылардың жеке деректерінің қауіпсіздігіне және дұрыстығына жауап береді. Әлеуметтік желілерде дербес деректерді қорғау өзекті болып табылады. Шынында да, кез келген сайтта тіркелу кезінде әр адамның жеке деректері қажет. Жеке деректерді қорғау туралы осы ережелерді сақтай отырып, менің ойымша, бұзу, зақымдану проблемалары минимумға дейін азаяды. Ал сайттарға тіркелген жағдайда әр адамның жеке ақпаратын қауіпсіз сақтауға киберагенттер жауапкершілік тартады. Осыдан бірнеше сұрақ туындайды. Бұл қызметкерлердің қазіргі заманғы кәсіптердің өкілдеріне ерекшеленетін кәсіби дағдылары қандай? Бұл кәсіптің ерекшелігі ол виртуалды кеңістіктің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Виртуалды агенттері деректерді қорғау технологиялары мен киберқылмыстарының алдын алу алгоритмдерін білу қажет.
Бұл агенттер метаәлемдегі шабуылдарды анықтауға, оларды тергеуге және цифрлық кеңістікте пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бұл агенттерге виртуалды әлемдегі киберқылмыстармен күресумен қатар, тағы да басқа міндеттер жүктеледі. Ол тұлғамен байланыс, оның қауіпсіздігі және деректердің дұрыстығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бұдан кейінгі келесі сұрақ: не себепті бұл кәсіп сұранысқа ие болады? Ең бастысы, ол виртуалды әлемнің қоғамдық өмірдегі рөлінің күшеюінде. Бұл болашақта пайдаланушылар санының көбеюімен қатар, деректер санының және киберқылмыстардың да қатар артуына әкеледі. Виртуалды қылмыстар адамдар үшін ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Соның ішінде қаржылық мәселе, эмоционалдық зиян болуы мүмкін. Сондықтан виртуалды әлемде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және пайдаланушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау қажет. Осы мәселелермен қатар зиянды бағдарламалық жасақтаманың таралуы кеңейе түседі. Осы проблема қазіргі уақытта өзекті болып табылады. Бұл жағдайда виртуалды агенттер вирустардың, трояндардың, руткеттердің жеке адамдарға ғана емес, жалпы қоғамға да зиян тигізуінің алдын алады. Қорытынды ретінде өзімнің ойымды қоса кететін болсам, менің ойымша, қазіргі әлемдегі сияқты мета-әлем агенттері қауіпсіздік заңдар және ережелердің сақталуын бақылау рөліне ие болады. Яғни, қазіргі полиция қызметкерлерінің міндеттерін атқарады. Бірақ бұл міндеттермен қоса, оларға виртуалды әлемдегі қылмыстық іс-әрекеттері мен тұлға қауіпсіздігін қадағалау мен техникалық қызметтері мен жеке деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеттері қосылады. Бұл олардың метаәлемдегі маңызды рөл атқаруына зор әсерін тигізеді. Бұл қызметкерлерге виртуалды кеңістікте жұмыс істеу үшін арнайы полиция бөлімдері құрылуы мүмкін. Олар белгілі бір ортада заңдардың бұзылуын анықтауға және жолын кесуге үйретіледі. Сонымен қатар, виртуалды әлем полициясы виртуалды әлем пайдаланушылардың жеке деректері мен құпиялығын қорғауға, сондай-ақ осы ортада кемсітушілік пен адам құқықтарының бұзылуына жол бермеуге жауапты болады. Назарларыңызға рахмет.